Құрметті балалар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі күндеріңізге екі оқушымыздың сандырау әнін орындап жүрген. Фильмде орындалады. Жақсы ой болса, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы менің талдап сюжеттік қарқынын сипаттайтын боламыз. Бүгінгі сабағын сипаттайтын боламыз және сюжеттік талдау жасайтын боламыз. Тапсырмаға аталады. Мынау сызықтарды көргендерің бар ма сендердің әншеріңдер? Графикалық сызық функциялық бағалау деп аталады. Және мынау математикалық фигуралар, мына жерде неге тұр деп ойласаңыздар, бүгін біздің сабақ жұмысымыз мазмұнымен біз таныспыз. Несін жасаймыз? Сюжеттік талдау жасаймыз және мұғалімнің сөмкесіне бақа салып жүгіргеннен басталады. Сосын мұғалімнің сөмкесіне бақа салып жүгіргеннен кейін мұғалім оны біліп қойып, ол оның ата-анасына хабарлайды. Мынау тау. Демек, бірінші тапсырмамыз 3x3 бойынша жүзеге асады. Сюжеттік талдау дегеніміз не? Соны айтып жіберейік бірінші. Сюжеттік талдау дегеніміз сабақтың басында біз сабақтың қалай дамуын талдау. Ол оның ең бірінші басталуын және де дамуын, содан кейін ең соңғы. Уақыт 7 минут. Дескрипторға қараймыз, дескрипторда не жеткен? Жұмыста, топтық жұмыста орналасақ десек те болады. Дескриптор тұр, үшіншіде не орындаймыз? Олар болса жақсы жарайды. Түбінде адам болды. Ол ата-анасының үмітін сақтай алды. Жақсы. Сөмкесіне бақа салады және ол соңында өзі кедергі болады. Өйткені жантас қожаны бұзықтыққа итермелейді. Қожа негізі өзі әдепті бала. Оның Сұлтан деген бала оны жамандыққа итермелейді. Мынаған жазасыңдар, иә, мына жерде? Жазып алды. Я ручкамен жаза бердім. Сұлтанмен қарым-қатынасты үземін. Шарықтау шегі ешқандай сабақтан себепсіз қалмайды. Бақа салып жібергеннен басталады. Дамуы. Қожа үйіне келгенде анасы оған ренжігенін байқады. Ол содан кейін адам болуға тырысады. Қожа қатты бұзық болғаннан кейін өзінің таныс атасын байқайды. Олар екеуі қожа су Ол барынша тырысты. Ширесі Сұлтанмен қарым-қатынасын үзуі. Себепсіз қалмауы. Мен сабақтан енді қалмайын дейді. Сесімі, осының бәрін орындауға ант беріп далаға ойнап кетуі. Осының бәріне ант беріп, бірінші мен мынаны жасайын, екінші мынаны жасайын. Жақсы. Жүрек барлығымыз 3-ке көтеріп. 1, 2, 3, 4 деп дайындалып алуға 3 минут уақыт беремін. 3 минуттан кейін сұрай бастаймын. Өздеріңе оған ерекше айтасыңдар. Қандай оқиғалар бар, сол туралы айтасыңдар. Біз қайсы? Қандай оқиғасын айтасыңдар? Және бір оқиғалар Жаралады. аналардың жүрегін жаралауға
ешқашанда болмайды, иә? Мен қожаның әрекетіне келіспеймін. Ол Маликанова апайға сөз қайтарып, кабинетінің есігін тарс жауып шығып кетті. Сенде сондай оқиға? Іс әрекетіне келіспеймін. Жыл ізденімпаз бала. Оның тентектігі еркіндікке ұмтылудың бір көрінісі. Ол әділдікті жақсы көреді. Өз қателігін түсініп, түзелуге тырысады. Бұл оның рухани өсуінің дәлелі. Қожа тек кітап кейіпкері ғана емес, әр оқырман Тентек болса да жүрегі таза. Жүрегі таза, ол өте адал бала. Жетіп өкінуі бұл оның шешім. Біз қазір бізді таңғалдырған оқиғаны айтып беріп жатырық. Міне, бізді қазір ең қатты таңғалдырғаны ол қожаның көп бақа салды адам болғаны. Апайдың сөмкесіне бақ. Лагерге жолдама бермегені үшін есікті тарс етіп жынданып шығып кетеді. Аяла, айбота кішкене істеу, сүрін сәл найылды жақ. Сызыққа қарама қарсы ол қожаның тентек екенін айтады. Ақылды болса, сендер айтасыңдар, жоқ? Ол түбінде адам бола алды. Ол ата-анасының сезімін ақтарды. Сен Қожа өте ақылды бала. Ол деген өзінің әр ісіне жауап береді. жасаса да, ол әрбір ісін не істейді? Саралап өз ісіне жауап береді. Ал тентек дейді. Қожа тентек себебі ол деген өзінің алды. Сол әрекетті дұрыс па? Сол әрекет дұрыс емес. Пікір талас ұйымдастырамыз. Пікір талас деген тақырып қожаның ақылды тұстарын айтасыздар, қожаның тентек тұстарын. Одан кейінде болмайды деп уәде береміз ба? Біз дос боламыз, тәртіпті оқушы боламыз. Ал сендер қожаның тентектігімен келісесіңдер ме? Біз қожаның әдеттеріне келіспейміз. Бұл сабақта әсерлі тұстары көп болды. Біз әсіресе пікірталас кезінде өз ойымызды еркін айта алдық. Еркін айттық, еркін жеткіздік, иә? Қожаның бұзықтығымен оның Қожаның тентек дегенге келіспеймін. Өйткені ол өте ақылды және мейірімді бала. Болды, жыламашы, енді мен қайталамаймын. бұзықтық жасамаймын дейді, иә? Жасыл не айтар екен, ақ жүрек жарайсың, өте жақсы ақ жүрек. Шақыртпайтындай ата-ананы ешқандай Бұл идеяңды барлығын айтып тұрсың ғой, бұзықтық жасамайық, ата-анамызды не істемейік дейді? Ата-анамызды жылатпайық, ата-анамыз мұғалімнің алдынан келіп тұрмасын. Жалпы мұғалім болса да көшеде соңында айтады екенсің, сары мен ақты. Маған бүгін сабақта ең қатты ұнағаны ол төрт бұрышта тұрып тапсырмалар орындағанымыз. Себебі біз бір-бірімізден қайталамай тың жауаптар айттық. Өте жақсы, иә, бір-бірлерінен қайталаған жоқсыңдар, жақсы тың жауаптар беріңдер. Мен өз пікірімді айтамын. Менің ойымша осы сабақ өте жақсы өтті, өте қызықты болды. Бір-бірімізді тыңдай білдік. Бір бар? Иә, жоқ. Тақырыпта қожаға хат жазып келесіңдер. Сенің атында қожаға хат жазып келесіңдер.